Павлодар облысы Қазақстанның серпінді дамып келе жатқан индустриялық өңірі. Оның тиімді орналасуы Орталық Азия мен Сібірдің нарықтарына жол ашады. Дамыған өнеркәсіптік инфрақұрылымының және ресурстық шикізат базасының болуының арқасында Павлодар облысы экономикасының құрылымындағы негізгі салалар тау-кен өндіру және өңдеу өнеркәсібі, агроөнеркәсіптік кешен, сауда, құрылыс, көлік және қоймалау болып табылады. Бүгінде Павлодар облысы қазақстандық көмір, ферроқорытпа, алюминий және бензиннің негізгі өндірушісі. Павлодар облысы бүкіл республика бойынша өндірілетін электр энергиясының 40%-ын қамтамасыз етіп отырған Қазақстанның энергетикалық астанасы болып саналады. Көлік, логистика және байланыс салалары үлкен әлеуетке ие. Облыста Павлодар арнайы экономикалық аймағы жұмыс істейді. Онда арнайы құқықтық режим қолданылады және барлық қажетті инфрақұрылым бар. Сонымен өңірге инвестиция салудың 5 себебі: тиімді орналасуы, электр энергиясы бағасының төмендігі, өнеркәсіптік кооперация мүмкіндігі, білікті және талантты кадрларының болуы, инвестицияларды қолдау және қорғау жүйесі. Павлодар облысына Қазақстанның жетекші өнеркәсіптік өңіріне инвестиция салыңыздар.